Бүгін біз мынандай айырқалпақ, бұл енді спектакльге арналып жатыр. Абылайханның айырқалпағын жасаймыз. Біріншіден бастамас бұрын схемасын сызған кезде формасын жасау үшін ұзындығы бізде сразу көрсетіп қояйын 61 сантиметр. Даже 62 сантиметр. 61-62 сантиметр. Мына ұзындығы. Мына точкадан мына точкаға дейін. Бұлай ұзындығы. 61. Одан кейін бізде мына бүктелетін жері соңға дейін өлшеген кезде мына точка 43-5. Мына точкадан мына точкаға дейін 43-5. Сіздер көріну үшін жасап жатырмай дейін. Мына точкадан мына точкаға дейін беріп сызған кезде. Ал бұлай мына точкадан мына точкаға дейін алдына дейін бізде 18 сантиметр. Мына жерде 18 сантиметр. Ең биік точкасы. Одан кейінгі мына жаны ұзындығы 12 сантиметр. Одан кейінгі мынау түсетін, прямо түсетін. О жерінің ұзындығы примерно. Біз чуть-чуть төмен түсеміз мына жерде. 22-да 5-ке дейін. 22-ге дейін. Мына центрден, мына центрге дейін. Мына центрден, мына центрге дейін. 22-да 5. Ары қарай. Мына точканы бірінші табуымыз керек. Ең басқа точкасы бізде 20 сантиметр. Мына точкадан, мына точкаға дейін, мына төбесін жазып қояйын, 20 сантиметр. Енді осы 20 сантиметріміз төмен жағы бір-біріне біріктірейін. Сол кезде жоғары точкадан мына жерге дейін 3,5 сантиметр төмен түседі екен. 3,5 сантиметр мына жерге дейін. 3,5 сантиметр. Одан кейін осы точкадан мына точкаға дейін примерно ортасынан бөліміз керек. Тура ортасынан, өйткені бұл доғаланып келеді ғой. Сондықтан ортасынан примерно 21-22 сантиметр. 21 деп алайық. Мына точка 21 сантиметр. Осының ара қашықтығы 25 сантиметр. Мына жерге дейін 25 сантиметр. Енді осы точкаларды бір-біріне біріктіреміз. Бұлай. Мына жағы уже қалғаны біздікі болады. 19-да 5 сантиметр екен. 19-да 5 сантиметр. Енді мына ара қашықтығы бізде үлкен қоламыз, өйткені басында ішінен кепеш тақия киюі мүмкін. Бұл жердің ұзындығы 35 сантиметр. Енді центр былай жүргізілген ғой. Біз центрден кішкене айырқалпақ болғандықтан ашамыз. Оны до конца кеспейміз. 5-6 сантиметрге дейін қалдырамыз. 6 сантиметр. Қалдырайық. Содан кейін бар 1 сантиметр или 1,5 сантиметр даже. 1,5 сантиметр ара қашықтығын қалдырып, соны кесіп тастаймыз. Сонда айырқалпағымыз шығады. Одан кейін мына жері, мына точканың бас жағынан 4,5 сантиметр қалдырады екенбіз. 4,5 сантиметр. Мына жақта да солай. Болды. Мынаның ара қашықтары 18 сантиметр биіктігі. Мына жағын биіктігі 12 сантиметр. Одан кейін мына бүктеледі ғой. Мына точкадан мына точкаға дейін 21 сантиметр. Одан ары қарай 19 сантиметр. Сонда мына прямо қоссаңыз, түзу болып шығады. Бізге кішкене болсын бүйтіп еліп тұрғаны керек қой. Сол үшін мына точканы жасадық ортасына. Сол кезде міне кішкене болсын көрініп тұр. Осылай кетеді. Одан кейін ортаңғы точкасы, мына ортаңғы жағы басқа келген кезде әдемі болып тұру үшін мына ортасын кесеміз. Ол мына төбесіндегі
точкамыздан төмен қарай салсаңыз, міне почти 6,5 сантиметр екен. 6,5 сантиметрге төменірек сол жерден точка қойып, соны мына арақашықтыққа өтіп берейін. Так, мына жерде 4 сантиметр екен. 4 сантиметр мына точкаға дейін. Осы 4 сантиметрге кесіп алып тастайсыздар. Қалған мына точкаға өздеріңіз жалғай саласыздар бағана. Енді осыны қиямызда, бұл біздің айырғалпақ Абылайханға арналған болып шығады. Абылайхан қалпағымыздың схемасы, осыны қарап өздеріңіз жасап алуларыңызға болады. Киізден енді кесіп аламыз. Сосын арғы тігеміз. Бізде алдыңғы жағы өстіп келеді ғой. Алдыңғы жағын өстіп кеп қоямыз, айырға тақып. Енді артқы жағы бізде айыр болмайды ғой. Оны біз бұлай кесіп саламыз. Мынандай аламыз. Мынаны сәл ғана көтереміз, қатты емес. Осылай кесіп алып тастаймыз. Болды, арқасы осындай болды. Осылай тұрады. Алды айыр болды. Орыс жоғары қарау керек, түгі жоғары қарау керек. Оны бастырып қояқ. Бастыратын нәрсеміз күшті. Мынау бізде арты. Мынау арты. Енді алдын жасаймыз. Енді матасын пішіп жатқаннан кейін, сразу мынау сырты болса, енді мына іш жағы қайрылған кезде, іш жағын тоже осы матадан пішу керек. Мына қайрылғаны, осы жерден қайрылса, мына жерде 18 сантиметр. Мына жерде еще қайрылып тұру керек, кішкене артығымен. Енді біз осыны белгілеп аламыз. Соны алдына, артына. Осы бойынша бірінші алдын кесейік. Біз қазір осыны край етіп аламыз. Пішіп. Бітті. Бітіп, қосылымыз. Екінші мынаны арқасын. Тура осындай болып край етеміз. Бұны кескенде тура осы сызық бойынша кесесіздер. Артық емес, кем емес. Тура кесеміз. Ешқандай артықсыз. Сызған бойынша кесіп шығамыз. Мына жерін кеспей тұра тұру керек, оны киізге тіккеннен бар кесіледі. Енді бізде қайрылатын жерінде кішкене болсын көмкөріп, басқа костюміне сәйкес келетін маталармен көмкөреміз. Соған біз өзіміз мына матасын, ұқсайтын матаны алып, соны өстіп кесіп шығамыз. Тура өстіп. Бетіп. Тура болып шығу үшін өстіп мына линияны қайталап шығамыз. Болды. Мынау арқасы. Енді бізге алды керек. Алдын, міне, тура өзін қоямыз осылай. Осылай қойып. Мына линияны қайталап, тура осылай бетіп шығамыз. Сосын енді осыны тура бетіп шығу үшін, мынаны қайтадан төмен түсіреміз. Мына нені
ара қашықтығын сақтап, мына жерге осылай жүргіземіз. Так, енді осыны қайталап шығамыз. Мына сәл кішкентай болып кетіп тұрмыз. Оны біз сәл төмен қайтадан түсіреміз. Үлкенірек болғаны дұрыс. Кішкентай болып қалғаннан гөрі. Үлкен болса кесіп кішірек саласыз. Кішкентайды уже үлкейте алмаймыз. Кеспей жатқан. Болды. Енді осының бәрін кесіп алып, тігіп шығамыз. Мынау былай келеді, анау линиясы былай келеді. Бізде мына жері сосын кесіледі. Мынау арқасы осылай болады. Бұның үстіне, наверное, мынандай тесмалар саламыз. Астына, мына үстіне кетеді. Мына жерден еще кособейка. Сонымен бітеді. Міне паутинамен жабыстырып алдық. Енді осыны тігіп шығамыз. Арқасын пока тікпей тұрамыз. Бірінші іш жағын тігеміз. Міне тесмаларын тігіп бітті көрімдерін. Енді біз екінші жағын тігіміз керек. Екінші жағын біз клеевоймен жабыстырып аламыз. Полностью. Сосын кейін мына жерге дейін жабыстырамыз. Осы ортасына дейін. Өйткені мына жағы ішіне қарап тігіледі бұлай. А мына жағы бұлай сыртына қарап тігіледі. Өйткені аударған кезде бізге әдемі болып тұру үшін. Осы жерге дейін жабыстырылады. Кесіп тастаймыз. Енді осы жерге дейін осыны осылай жабыстырып тастаймыз. Сонда ол ешқайда жылжып кетпейді. Енді ішіне кесіп тастайық. Өтікке жабысқан жүрген әйтпесе. Болды. Екіншіміз тоже дайын. Енді осыны үтіктеп жабыстырып тастаймыз. Айналдыра бет тігіп шықтық. Арт жағын бәрін булавкамен қыстырып, тағы тігіп шықтық. Болды. Енді артықтарын бәрін кесіп аламыз. Мынау сөгілмейтін мата, сондықтан кесіп саламыз. Міне құрметті көрермендер, біздің айырқалпағымыз дайын болды. Өздеріңіз көріп тұрғандай, ешқандай қиындығы жоқ. Мен басында айтып кеттім, бұл айырқалпақ біздің опера балет театрында Жұмбақ қыз атты спектакліне арналып тігілді. Суретшісі Тұяқов Ерлан. Құрметті көрермендер, менің каналыма жазылып, тіркеліп, лайктарыңызды басып, отыруларыңызды сұраймын. Келесі видеомда мен басқа айырқалпақтың түрлерін көрсетемін.